Бәріңе сәлем, сіздермен бірге мен Диана, менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін қыстың қамын жазда ойла демекші. Алдыңғы видеоларда балдар бұрышын қалай қысқа дейін сақтаудың 5 тәсілімен бөліссем, бүгін қызанақтың қысқа дейін қалай сақтаудың 5 тәсілімен бөлісетін боламын. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Ал бастайық. Ең алдымен міндетті түрде қызанақтарымыздың сыртын жақсылап тұрып жуып аламыз. Ал енді бірінші тәсілге көшейік. Ең алдымен керек емес жерін кесіп аламыз және де барлық қызанақтарымызды осылай домалақтап етіп тураймыз. Қызанағымыз қатты жұмсақ болмау керек, кішкене сырты қаттылау болу керек, сонда әдемі болып келеді. Және де бұндай туралған түрін біз пиццаның үстіне, қандай да бір запеканка жасасақ та үстіне қойсақ, өте әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де қатыру үшін бұны осындай тақтай ағаштың үстіне салафан қойыңыздар міндетті түрде. Бұл салафан сіздердің помидорларыңызды қатқаннан кейін тез алу үшін керек. Және де бір-бірінің үстіне жабыспас үшін әрқайсысын жеке-жеке арасын қатты алшақтатпай қоямыз. Осылай жайып шығамыз. Міне біз бірінші тәсілді жасап болдық. Енді осыны мұздатқышқа 24 сағатқа қойып қоямыз осылай. Ал енді екінші тәсілге көшейік. Ол үшін қызанағымыз сәл босаңқы болса, осылай жұмсақтау болса, соларды блендермен өткізіп сақтаймыз. Өйткені бұларды турап сақтаған келмейді. Ең алдымен керек емес жерлерін алып тастап, оны 2-3 бөлікке бөліп, блендерімізге саламыз. Егер де блендер болмаса, ет тартқышты қолдануға болады. Осылай турап салып, блендермен сақтаймыз. Және де оны осындай силиконовый ыдыстарға, сіздерде қандай ыдыстар бар, сондарға құйып, немесе егер де зип пакет болса, кішірек соғанда бірден құйып сақтасаңыздар болады. Менде осындай силиконовый ыдыстар бар, соларға құйып, бұны да 24 сағатқа мұздатқышқа қойып қоямыз. Ал енді үшінші тәсіл бастайық. Ол үшін керек емес жерін алып, қызанақтың ортасынан бөліп, әр бөлігін 3 немесе 4 бөлікке бөлеміз. Оның қызанағымыздың үлкендігіне қарай. Мен осылай 3-ке бөлдім. Және де әр бірін бірінші тәсілдегідей ағаш ыдысқа салафан жауып, үстіне жеке-жеке салып қойдым. Сонда тез қатады, әрі бір-біріне жабыспайды. Бұны да 24 сағатқа мұздатқышқа салып қоямыз. Ал енді 4-5 тәсілде мен осындай черри қызанақтарын алдым, кішкентай қызанақтарды. Енді осыларды да қысқа дейін сақтаймыз. Ол үшін ең бірінші черри қызанақтарын жай ортасына бөліп қоямыз. Бұны да пиццаға, қандай да бір запеканкаға, немесе ыстық салаттарға, қандай да бір ыстық тағамдарға қолдансаңыздар өте әдемі болады. Әдемі көрінеді. Міне осылай тураймыз. Және де алдыңғы әдістер сияқты ағаштың үстіне салафан қойып, жеке-жеке қоямыз. Солай 24 сағатқа мұздатқышқа қойып қоямыз. Ал 5-ші әдіс ол өте қарапайым әдіс. Осындай салафанды алып, ішіне біртіндеп черри қызанақтарын саламыз. Және де осы қалпында мұздатқышқа сақтаймыз. Бұлай сақтағанды сіздер қандай да бір әдемі запеканкалар үшін, қандай да бір тамақтарға қолдансаңыздар болады. Бір-біріне жабысып қалмайды, жеке-жеке сақталынады.
Ал бізде 24 сағат өтті. Міне қарап тұрсаңыздар, өте әдемі, бір қалыпты мұздатылған. Енді осыларды әрбірін жеке-жеке салафандарға салып қоямыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, ешқандай жабыспаған, өте әдемі әрі тез алынады. Осылай әрбірін салафанға салып қоямыз. Міне екінші тәсіл, жеке-жеке туралғандарды да осылай салып қоямыз. Ал мұнда көріп тұрғандарыңыздай силикон ыдыста сақталынған. Ол да өте оңай әрі тез алынады. Бұны да қандай да бір тамақ жасасаңыздар, қолдансаңыздар болады. Томатный пастаның орнына өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, егер де менің видеоларым ұнап жатса, маған тіркеліп, лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Осымен біздің дайындаған қызанақтарымыз дайын болды. Мұздатқышта қанша уақыт сақтаймын десеңіздер де сақтасаңыздар болады. Қысықта жеуге өте жеңіл болады. Ал енді келесі видеоларда кездескенше, бұл қызанақтармен міндетті түрде видео түсіремін. Рецептердің. Менімен бірге болыңыздар. Сіздермен болған Диана. Сау болыңыздар.